Ассалаумағалейкум. Бүгін біз жоғалып кеткен телефонды табуды үйренетін боламыз. Ол үшін құрылғыны табу деген программа бар. Бұны әрине Google жасаған. Бұнда мына жерде сіздің Google аккаунттар талап етеді. Мысалға сіз өзіңіздің жоғалып кеткен телефонда тіркелген Google аккаунтты тіркеуіңіз керек. Оның паролын міндетті түрде білуіңіз керек. Паролын білмесеңіз тағы таба алмайсыз. Осылай кіреді. Кіргенде мысалы менде екі құрылғы тұр. Біреуі Galaxy, біреуі LG. Мысалға осылардың орнын тұрақтандыруға болады. Әрине бұның орнын тұрақтандыруға, мысалы орнын GPS өзіңіздің орныңызды тұрақтандыратын мүмкіншілікті бергенде телефоныңызға. Орналасу жері деген тетікті қосқанда ғана оны жүзеге асыруға болады. Мысалға менің құрылғымды міне орнымды тауып берді. Бірақ мен орнымды сіздерге көрсеткім келіп отқан жоқ. Орнымды дұрыс тауып тұр бұл. Міне кез келген телефон табуға болады. Мына жерде Galaxy'ді көрейік. Galaxy 2016. Бұл да менің бір туысқанымның телефоны, бірақ менің аккаунтым тіркеліп тұр, оның да орнын тұрақтандырады. Оның да қай жерде тұрғанын сіздерге айтпай-ақ қояйын. Бұл менің жеке ақпаратым. Бұл Google аккаунтқа жай қарауға болмайды. Мына аккаунттарға жай қарауға болмайды. Бұның паролын басқа біреуге айтуға, я болмаса басқа біреудің телефонына тіркеп беруге болмайды. Өйткені сіздің орынды тұрақтандыра алады. Қай көшеде жүрсіз, барлығын білуге болады. Тауда жүрсіз ба, тіпті мал бағатын жерде жүрсіз ба, қай жерде жүрсеңіз де орныңызды білуге болады. Бұл аса қиын нәрсе емес. Бұл Google компаниясының жасап отқан орын тұрақтандыру системасы. Бұны енді өте жоғары деңгейде жасаған компаниялар да бар, фрагмистер бар. Мысалға телефонның орнын тұрақтандырып тауып береді, және оған хат жолдауға, телефон соғуға болады. Мысалға сигнал ойнату дегенді бассақ, менің телефоныма дыбыс пайда болды. Бұл ешқандай қоңырау соққанымыз жоқ, дыбыс пайда болды. Бұда екі-үш түрлі мүмкіншілік бар. Мына жерде мысалы құрылғыны құлыптау дейді. Құрылғы табылған кезде кез келген адам сізге хабарласатындай хабар немесе телефон нөміріңізді теріңіз дейді. Мына жерге сіз бір хабарлама теріп қоюыңызға болады. Бұл телефон жоғалтып алды, мына телефон нөмірге хабарласып қайтарып бер деп өзіміздің бір туысқанды, жақын әке-шешеміздің телефон нөмірін қалдырып қойсақ болды. Өйткені бұндағы телефон нөмірі өзіммен қоса жоғалады осы телефонмен. Сізге хабарласып телефоныңыз мүмкін табыстап беруі мүмкін. Ал үшінші мүмкіндік мына жерде деректерді өшіру деген. Оны басатын болсақ, телефонның ішіндегі өзіміздің басқаларға әшкер болып қалмайтын жеке ақпаратымызды сөндіріп тастауға болады, өшіріп тастауға болады. Жалпы бұл өте оңай. Бұны Play Market'тен жүктеп алуға болады, Google Play'дан. Оның адресін тастайтын боламын мен осы видеоның астында. Және каналға жазылыңыздар. Осы видеоның астында талғам сізде каналына жазылу деген қызыл тетікті басып жазылыңыздар. Көптеген жақсы ақпаратты алатын боласыздар, көптеген нәрсе үйренетін боласыздар. Сіздердің цифрлық сауаттарыңызды жоғарылату үшін біз үздіксіз жұмыс жасаймыз. Және тек қана қазақ тілінде. Өздеріңіз байқап отқандай, бізде программаның тілдері барлығы қазақ тілінде жүреді, өйткені өзінің смартфон қазақ тілінде пайдаланамыз. Бұл екі MB көлемінде өте кішкене программа. Бір суреттің көлемінде ғана. Бірақ мүмкіншілігі өте зор. Сіздерге Google аккаунт жайында бұрын соңды айтқанмын.
Google аккаунтты еш қашан басқа біреудің телефонына тіркеп беруге. Я болмаса оған жай ат үсті қарауға болмайды. Міне жерде міне қазақша x4 gmail.com деп тұрған бұл менің Google аккаунтым. 3 түрлі аккаунт бар менде. Мысалға кейбір аккаунттарды мен қызық үшін кейбір туысқандарыма тіркеп беремін. Олардың орнын білемін. Қайда жүргенін айтып берсем, олар қалай білдің деп басы қатады. Іс жүзінде бұл өте оңай нәрсе. Мені ешкім алдай алмайды да олар. Басқа жерде жүрмін деп айтады, бірақ мен оның адресін, телефонның қайда тұрғанын көріп отырмын да. Сен пәлен көшеде бір жерде жүрсің ғой деп айтып беремін. Сосын маған олар өтірік айта алмайды. Шынын айтады, қайда жүрсің десем. Жалпы осылай, телефоныңыз жоғалып кетсе осылай жұмыс жасауға болады. Google аккаунт ол өте маңызды нәрсе. Сау болыңыздар, сіздермен болған Талғамсыз каналы.